Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Осындай аз ғана көрнекілікпен жасалатын, сабағымызды қызықты етер бүгінгі керемет әдісті талдап талқылайтын боламыз. Бұл қыстық ойындарға бағытталған квест ойын. Көз алдыларыңызда көріп тұрғандарыңыздай, көрнекіліктер өте қарапайым және ыңғайлы. Бұл әдістің аты Аяз атамен саяхат әдісі деп аталады. Қазіргі уақытта қыс мезгіліне байланысты бірыңғай әдістен шаршаған болсаңыз, осы әдісті сабағыңызға қолданып көріңіз. Бұл квест сабағы өзі аты айтып тұрғандай бірнеше этаптардан тұрады. Бұндағы ең басты бағытталатын платформалармен емес, жай ғана қолмен ұстап көруге арналған көрнекіліктермен жасалған әдіс. Бұл әдісті біз бастауыш сынып оқушыларына арналған кез келген сабаққа, ашық сабағыңыз болсын, жай сабағыңыз болсын, емін-еркін қолдана бересіз. Өйткені бастауыш сыныптың оқушылары ізденімпаздықты және де көптеген қолмен ұстауға арналған көрнекіліктерді жақсы көретінін бәріміз білеміз. Сонымен бірінші кезеңіміз Аяз атаға көмек деп аталады. Аяз атаның жоғалып қалған қолғаптарын табамыз. Сыныптың әр жерінде жасырылған қолғаптардың артында оқушыларға арналған не есеп, не болмаса тапсырма жаттығу болуы мүмкін. Бұл әрбір тақырыпқа байланысты. Мысалы, әдебиеттік оқу болса, сұрақтарын жазасыз, математика болса, есебін, жаратылыстану болса, тағы да солай кете береді. Қолғаптардың түсін әртүрлі етіп жасауыңызға болады. Мен Canva бағдарламасы арқылы жасаймын көрнекіліктерді. Canvаны ашсаңыздар неше түрлісін табуға болады. Ал екінші кезең шыршаны безендір деп аталады. Үйіңізде тірі шырша болса тіпті жақсы, болмаса көрнекілік ретінде шығарылған шыршаңызды тақтаға ілесіз, ал оның астына қазіргі уақытта көп шығып жүрген сыйлық қорапшасы бар ғой, соларды алып іліп қоясыз. Әрбір сыйлық қорапшасының ішінде балаға арналған тапсырма болады. Тапсырмаға дұрыс жауап беретін болса, шыршаға апарып ілуге мүмкіндігі бар. Ал үшінші біздің кезең бұл ойыншықтарды тап деп аталады. Бұл да шыршаға тікелей байланысты болып келеді. Өйткені әрбір ойыншықтардың артында сұрақтар бар. Сол сұраққа жауап бере отырып, бала ойыншықтарды шыршаға апарып іледі. Енді ойыншықтардың форматын әртүрлі етіп шығарсаңыз болады, кәдімгі тір ойыншықты қолдансаңыз да болады. Болмаса көрнекілік ретінде шығарып алған ойыншықтарыңызды жапсыру арқылы сабағыңызды қызықты етіп өткізуге мүмкіндігіңіз бар. Ал енді одан кейінгі кезең бұл Аяз атадан сый. Аяз атаға көмектестік, қолғаптарын тауып бердік, шыршаны безендірдік. Енді бізге Аяз атадан сый беріледі. Аяз атаның дорбасына жазсаңыз да болады, болмаса жеке коробка, неше түрлі қорапшаларды арнап, соның артына тапсырмаларды жазып, дұрыс жауап берген балаға сол тапсырманы дұрыс жауап берсе, сол сыйлықты алып кетуге мүмкіндік жасасаңыздар жақсы. Өйткені балалар сыйлықты жақсы көреді. Өзінің еңбегінің өтеуі ретінде, тапқырлығы ретінде сыйлық жасап берсеңіздер болады. Осы 5 кезең етіп алсаңыздар болады. Енді тапсырмаларыңыздың көптігіне қарай көресіздер. 5-ші кезең қар ұшқындар немесе аққала әдісі. Мұнда әртүрлі қардың бейнесі бар суреттерді шығарсаңыздар болады, болмаса аққаланы шығарып артына тапсырма жазсаңыздар болады. Ал енді осы берілген көрнекіліктерді қолдана отырып, өз фантазияларыңыз мен тек қана бағыт беру, өздеріңіз өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі етіп жасауға, сабағыңызды қызықты етіп өткізуге болады. Назарларыңызға рахмет, лайк басуды ұмытпаңыздар.